Достар сәлем, бүгін сіздермен осындай керемет пончиктер, яғни тәтті бәліштер дайындаймыз. Ол үшін бізге жылы сүт керек, жылы су, қант қосамыз, тұз қосамыз, дрожжи, ертілген сары май, бір жұмыртқа, жақсылап араластырамыз. Ұнды міндетті түрде ситыдан өткізіп, 2-3 бөліп қосамыз. Басында вилкамен араластырамыз, кейін қолмен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырдың бетін ауа өтпейтіндей жауып, жылы жерге қоямыз 1-1,5 сағатқа. Мен духовканың ішіне қоямын. Светін жағып, ешқандай градус қоймаймын, сол кезде жылы болып тұрады, тез көтеріледі. Осындай болып көтеріліп шықты 1 сағатта менің қамырым. Осыны жұп-жұқа шамамен 1 сантиметр қалыңдықта жайып шығамыз. Өзіңізге ыңғайлы дөңгелек ыдыспен осындай домалақтарды кесіп шығамыз. Және ортасында тесіп шығамыз. Менің қолданғаным кондитерлік насадканың үлкендеу жағы. Қамырдың бетін көтерілу үшін жауып қоямыз. Сквозняк ештеңе болмау керек, 20 минутқа қалдырамыз. Сұйық майға әбден қыздырып алып, 2 жағынан қызарғанша қуырамыз. Егер де сізге видео ұнаса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыз. Солай жасау арқылы сіз менің каналымның дамуына себепкер боласыз. Сыртына шоколад пен сливки немесе дайын осындай белый шоколад глазурь деген болады. Осыны микроволновкада ертіп, араластырған кезде сұйықтау масса пайда болады. Суыған пончиктерді соған батырып, үстіне кез келген өзіңіз қалаған кондитерлік посыпка сепсеңіз болады. Ештеңе сеппеуге де болады. Ақ глазурьді красительмен бояп, розовый қылып, осындай кондитерлік қалташаға салып, үстін әсемдеп шықтым. Сонда 2 түрлі әдемі пончиктер дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын.